Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін сіздермен 9 сынып онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы адамның жыныс жүйесінің құрылысы мен қызметі. Сабақтың мақсаты адамның жыныс жүйесі туралы түсінік беру, адамның жыныс жүйесінің құрылысы мен қызметімен танысу. Көбею түрдің тіршілігін жалғастырып сақтап қалуды қамтамасыз ететін физиологиялық үдерістердің жиынтығы. Басқа тірі ағзалар сияқты адам да жынысты жолмен көбейеді. Жыныс жүйесі негізінде жыныс жүйесінің екі түрі кездеседі. Ол аталық жыныс жүйесі және де аналық жыныс жүйесі. Аталық бездер ағзада екі түрлі маңызды қызмет атқарады. Біріншіден, олардың аталық жыныс жасушалары сперматозоидтар түзіледі. Бұл аталық бездердің сыртқы секрециялық қызметі. Екіншіден, аталық бездерден жыныс гормондары тестостерон бөлінеді. Бұл аталық бездердің ішкі секрециялық қызметі. Сондықтан да жыныс бездері аралас бездерге жатады. Аталық бездерден бөлінген гормондар екінші реттік жыныстық белгілердің жетілуінде негізгі рөл атқарады. Олардың әсеріне жасөспірімдерде дене пішіні өзгереді, мұрт шығады, дауысы жуандайды және де тағысын тағы. Мына суретте көрсетілген аталық жыныс мүшесінің құрылысы. Аталық жыныс мүшесі негізінен сыртқы және де ішкі деп екі топқа бөлінеді. Сыртқы аталық мүшелеріне ұма және де жыныстық мүшені жатқызамыз. Яғни мына суретте көрсетілгендей. Ал ішкі аталық жыныс мүшелеріне зәр шығару өзегі, ұрықтық көпіршіктер, қуық-асты безін жатқызамыз. Аталық жыныс безінің құрылымы. Аталық жыныс безі нәруызды қабықтан тармақталып шыққан бірнеше кіші бөліктерге бөлінген қос бөлікті мүше болып табылады. Әр бөлікте сперматогенез жүретін 3-4 иілген каналшықтар орналасқан. Яғни аталық бездер бұлар ұманың ішінде орналасады. Қуық-асты безден бөлінетін сұйықтықты шәуәт деп атаймыз. Шәуәттің құрамында сперматозоидтар саны өте көп мөлшерде кездеседі. Аналық жыныс жолында спермияның өмір сүру ұзақтығы 1 және де 3 күнді құрайды. Аналық бездер. Аналық бездер бұлар пішіні бойынша сопақша, ұзындығы 3 және де 4 сантиметрді құрайды. Салмағы 5 және де 8 грамм. Аналық бездер аталық бездер сияқты аралас бездерге жатады. Аналық бездердің бөлетін гормонын экстрагендер деп атайды. Мына суретте аналық жыныс мүшесінің құрылысы көрсетілген. Аналық жыныс мүшесі аталық жыныс мүшесі сияқты сыртқы және де ішкі мүшелерден тұрады. Яғни сыртқы аналық мүшесі және де ішкі аналық мүшесі болып екіге бөлінеді. Сыртқы аналық мүшелеріне үлкен, кіші жыныстық жапсарларды және де шүртекеді жатқызамыз. Ал ішкі аналық мүшеге аналық без, жатыр түтігі және де қынапты жатқызамыз. Мына суретте аналық жыныс мүшесінің құрылысы бейнеленген. Жатыр бұл қуықтың артына таман жамбас шоңқимасының қуысында орналасқан алмұрт пішінді бұлшықетті мүше. Жатырдың қабырғалары негізінен қалың, бірыңғай салалы бұлшықеттерден тұрады. Жатырдың төменгі жағында сыртқа ашылатын бұлшықетті түтікше қынап орналасқан. Яғни мына суретте жатыр және де қынаттың суреттері көрсетілген. Ал қынап бұл сперматозоидтарды қабылдайтын және де нәрестенің сыртқа шығаруын қамтамасыз ететін бұлшықетті мүше болып табылады. Қорытынды. Аталық және аналық жыныс жүйелері репродуктивтік және эндокринді қызметтерді атқарады. Жыныс жүйесі мен зәр шығару мүшелерінің дамуы бір-бірімен тығыз байланысты. Аталық және аналық жыныс жүйелерінің атқаратын қызметтері ұқсағанымен, олардың құрылысы бір-біріне мүлде ұқсамайды. Енді кері байланысы бойынша плюс минус қызықты. Яғни мұнда плюс дегенге осы сабақ барысында өздеріңізге ұнаған пайдалы ақпараттарды жазасыздар. Яғни осы сабақ бойынша не ұнады? Ал минус дегенге сабақтың барысында қандай ақпарат жеткіліксіз болды, немесе сабақ ұнамады ма, соны жазасыздар. Ал қызықты дегенге осы өткен тақырып бойынша қандай жаңа ақпараттарды білдіңіздер, соны жазасыздар.
Енді үйге тапсырма осы тақырыптан бөлек үйге қосымша тапсырмалар, яғни бірнеше сұрақтарға жауап бересіздер. Осы сұрақтарды сіздер қосымша осы ақпараттарды қолдану арқылы осы сұрақтарға жауап берсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.